Ақылы жолдың жайын Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ақылы автомобиль жолдары дирекциясы филиалы баспасөз қызметінің басшысы Берік Хасеновтен білсек, ол қазір бізбен тікелей байланысқа қосылды. Берік мырза, ақылы жолдар не үшін қымбаттап жатыр? Қандай жағдайда жүргізуші екі есе төлейді? Ең біріншіден айта кететін болсақ, ақылы жолдар қымбаттаған жоқ, тек қана 19 маусымнан 2019 жылдан бастап дифференциальный тариф енгізілді, тек жеңіл көліктерге. Яғни сіз онлайн немесе алдын ала төлем арқылы бұрынғы жол ақыны төлейсіз, ал қолма-қол ақша төлеу екі есеге қымбаттады. Мысалы, Нұр-Сұлтан Щучинскке жүретін болсаңыз, бұрын 2-3 теңге төлесеңіз, онлайн алдын ала төлем арқылы сіз 2-3 теңге төлейсіз, қолма-қол ақша ол екі есе қымбат болады. Ал егерде алдын ала төлесек, онда? Алдын ала төлесеңіз, сол бұрынғы ақша сақталады. Бұл жерде басты мақсат, біз неге дифференциальный тарифқа көштік? Қазіргі кезде жаз маусымы басталды. Жәнегі төлем қабылдау пункттерінде ұзын кептеліс болмау үшін, көліктердің өту қабілетін арттыру үшін осындай қадамға барып отырмыз. Бұл арнайы бұйрық бар. 2018 жылы 24 желтоқсанда шыққан болатын. Негізі біз дифференциальный тарифті биыл 2019 жылдың басында енгізу керек болатынбыз, бірақ біз адамдар осы онлайн төлемге қалыптасын жәнегі икемделісінде біз жарты жыл бойы осыны күттік. Жай ғана күткен жоқпыз, адамдарға түсіну жұмыстарын жүргіздік, бақ беттеріне оны хабарладық, жәнегі арнайы таратпарлар тараттық. Сонда барлық жүйелер көрсетілген. Онлайн төлем әр адамға қолайлы. Ол жәнегі интернет банктің қосымшалары арқылы, арнайы қосымшалар арқылы, терминалдар арқылы, сонымен қатар өз ұялы телефондар теңгерім арқылы, өз көлігіңіздің мемлекеттік номерін енгізу арқылы сіз алдын ала төлем жасап қоюыңызға болады. Барлық жағынан ыңғайлы. Осы автобандардың бойында тұратын адамдарға тариф қалай есептеледі? Ақылы жолдың бойында тұратын адамдарға барлық жағдай жасалған. Тұрғындар және жүргізушілер егерде ол кісінің автокөлігі сол ақылы жолдың бойында тіркелсе, ол кісі жәнегі мемлекеттік куәлігін алып, көліктің жәнегі төлем қабылдайтын пунктке барып, өткізіп, сол жерден 1000 теңге төлеу арқылы ол кісі 365 күнге тегін жүре алады. Тек қана 1000 теңге төлеу арқылы ғана. Ол жағына барлық жағдай жасалған. Бұл тәжірибе баяғыдан келе жатыр. Егерде сол маңайда тұратын адамдар ол жағдайды біледі және соған қолданады. Ал жалпы еліміздегі ақылы жолдардың ұзындығы неше шақырым? Қазіргі кезде елімізде 4 ақылы жол бар. Ол Нұр-Сұлтан Щучинск, Нұр-Сұлтан Теміртау, Алматы Қапшағай, Алматы Қорғас деп аталады. Олардың жалпы ұзындығы 682 шақырымды құрап отыр. Автобанның жалпы жылдық табысы қанша? Бұл жолдарды жоғары деңгейде ұстап тұру үшін жылына қанша қаржы жұмсалады? Егерде қазір тоқталатын болсақ, бізде Нұр-Сұлтан Теміртау, Алматы Қапшағай, Алматы Қорғас ақылы жолдары биыл қолданысқа енгізілді. Олардың және жылдық табысын жылдың аяғында ғана айта аламыз. Әзірге осы бұрыннан келе жатқан ақылы жолымыз және Нұр-Сұлтан Щучинск жолы. Ол соңғы 2 жылда 1,5 миллиард теңге табыс әкеліп отыр. Бірақ табыс әкеліп дегенде қараңыз, республикалық маңызы бар жолдарды мемлекеттік бюджеттен қаз қалпында сақтау үшін 1,5 миллиардтан 2 миллиардқа дейін қаржы жұмсалады. Ал қазіргі кезде ақылы жолдарда табылған ақша өзіне жұмсалып отыр. Яғни оны сол жақсы қалпында сақтау бойынша. Ол республикалық бюджетке қарамайды, өзін қамтамасыз ететін жолдар. Түскен ақшаның жәнегі ең көбі қыстық кезеңге мезгілге кетеді, себебі қар тазалау жәнегі жол көлік оқиғаларынан кейін пайда болған және жолдың бұзылуы солардың бәрін қалпына келтіріп отыр. Егерде байқасаңыздар, ақылы жолдар, мысалы Нұр-Сұлтан Щучинск жолы қыста ең көбі 3 рет жабылды. А басқа республикалық жолдар қыс мезгілінде 2-3 күнде, 4 күнде жабылып жатады. Бұл да соның әсері деп айтамын. Берік мырза, жауабыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ақылы автомобиль жолдары дирекциясы филиалы баспасөз қызметінің басшысы Берік Хасенов болды.